Ертегі дос іздеген ит туралы. Баяғы ерте заманда ит орманда өмір сүрген екен. Ол жалғыздықтан әбден жалығып дос іздеу үшін жолға шығады. Бір кезде алдынан қоян кездеседі. Ит оған: қоян, екеуміз дос болайықшы дейді. Жарайды дейді қоян, кеттік. Олар орманның жайлы орын тауып қараңғы түскен соң ұйықтауға жатады. Қоян тез ұйықтап қалады, ал ит ұйықтамайды. Түн ортасында үре бастайды. Қоян оянып кетіп қорыққаннан жүрегі аузына тығылып итке ренжиді. Сен неге үрейсің? Қасқыр естіп қалса екеумізді де жеп қояды. Ит үрейін тоқтатып ішінен ойлайды: қоян маған дос болуға жарамайды екен. Ол қасқырдан қорқады. Мен ешкімнен қорықпайтын қасқырды тауып алайын. Сонымен ит қасқырды іздеуге кетеді. Ол орманда келе жатса, кенеттен алдынан қасқыр шыға келеді. Ит оған: қасеке, екеуміз дос болайықшы дейді. Қасқыр: жарайды, болсақ болайық дейді. Қараңғы түскен соң екі дос ұйықтауға жатады. Түн ортасында ит оянып үре бастайды. Қасқыр оянып кетіп итке ұрсады: сен неге түнде үресің? Аю естіп қалса екеумізді жеп қояды. Түсінікті деп ойлайды ит. Қасқыр да күшті емес екен, ол аюдан қорқады. Аю бәрінен күшті шығар, аюмен дос болуым керек екен. Ит қасқырды тастап орманнан аюды іздеуге кетеді. Ол орманда көп жүреді. Bir кезде алдынан қорбаңдаған аю шығады. Ит аюға жақындап келіп былай дейді: аю аға, екеуміз дос болайықшы. Аю келіседі. Күні бойы олар бірге жүреді. Кеш батқанда аю қорылдап ұйқыға басады. Ал ит әдетінше түн ортасында үре бастайды. Аю шошып оянып итке ренжіп: тоқтат деп ақырады. Сен түнде неге үрейсің? Адамдар естіп қалса екеумізді де өлтіреді ғой. Аю да қорқақ екен ғой деп ойлайды ит. Адамды іздеуге тура келеді. Ит аюды тастап адамды іздеуге кетеді. Ол бүкіл орманды шарлайды, бірақ адамды таппайды. Әбден шаршаған ит орманның шетіне шығып, ағаштың түбіне демалуға отырады. Сол кезде бір адам орманға отын жинау үшін барған еді. Ит адамды көріп жанына жүгіріп келіп былай деп жалынады: адам, екеуміз дос болайықшы. Жарайды, менімен бірге жүр дейді адам. Адам итті үйіне ертіп кетеді. Күн батып қараңғы түскенде адам ұйықтап қалады. Түн ортасында ит үре бастайды. Адам оянып кетіп итіне айтады: әй досым, аш болсаң тамақтанып ал, бірақ мені босқа оятпа. Ит тамағын жеп алып ұйқыға кетеді. Содан бері ит адаммен дос болып, оған адал қызмет етіп келеді екен. Ит адамның досы деген сөз осыдан шығыпты.